Шынымен сол осы 5 жылдың ішінде енді қоғамда әртүрлі пікір болды. Соның арасында біреуі бұл біздің ұлттық құндылықтарға да жат дүние дейді. Екіншісі бұл шынымен адам құқығының тапталуы демократияға кереғар дейді. Жоқ, мен бұны дәл бұл заңды мен олай қабылдамаймын. Мен манипуляция деп есептеймін, жеке пікірім. Өйткені қарап отырсақ, міне қараңыз, бұл жерде біздің мемлекетте кез келген азаматтың, азаматшаның өз құқығы бар. Сен ер азаматсың ба, сен әйел азаматсың ба, жоқ, сен бір жыныстысың ба, екі жыныстысың ба, оған қарамайды. Сен, міне, жаңағы Иванов Иван, сен азаматсың ба? Сен болды, осы Қазақстан мемлекетінің қолында көк паспортың бар ма? Сен мына біздің мемлекетте ата заң бойынша тағы да басқа отбасылық заң бар, басқа қандай кодекс бар, бүкіл сол кодекс бойынша, заңдар бойынша сенің түгелде құқың бар. Бірақ енді сен бұл жерде сен гей екенсің, жоқ, саған бұл заң жүрмейді, сені бүйту керек, сөйту керек деген қай жерде бар? Бұндай дүние жоқ. Айтып отырмын ғой, ешкімнің құқығы тапталып жатқан жоқ.